қазаққа мұсылман болу үшін араб болудың керегі жоқ. А неге бізге арабтың бүкіл дәстүрін, арабтың киімін, арабтың ішіп жейтінін, тағы бірдеңесін алып келіп тықпаштайды? Егер де арабтар соншалық керемет діншіл, керемет мұсылман болатын болса, 20 жылдан бері нағып бірін-бірі қанға бөгіп атыр. Діні бір, тілі бір, тегі бір. Соның өзінде араб әлемі бүлініп атыр. Олай болатын болса, бұл қазақтың арабтан үйренетін ештеңесі де жоқ. Ана көпшілігі қателесіп жүр. Мысалы, мен Құдайға чексіз сенетін адаммын. Чексіз сенемін. Бірақ араб болғым келмейді. Мен араб болғым келмейді. Арабтың салтын да, арабтың дәстүрін де ұстағым келмейді. Олар әйтеуір сақал қою керек, хижаб кию керек, сонда мұсылман дейді. Оның барлығы сыртқы бутафория, былай айтқанда. Мысалы, мен осы атаның қолына келген кезімде 25 жаста болатын, бар жоғы. Өзім сол кезде баламыз 3 жаста. Әйтпесе мен де университет бітірген, кәдімгідей осы телестудияда қызмет істеп жүрген сондай адам болатын. Содан кейін атаның қолына көшіп келген кезімізде, атаны күтуге келген кезімде, менің басым жалаңбас болған жоқ. Өйткені солай үлкенді сыйлау біздің анамыздың мына құлаққа сіңірген. Атаңның алдында ербиіп жалаңбас жүрме деп. Мен ешқашан атаның алдында жалаңбас немесе сирағым жалаңаш жүрген жоқ. Орамал салсаң мұсылман боласың, орамал салмасаң кәпір боласың деген сөзіміз. Әрбірден кейін бар ғой, бізде қызық осы мұсылман, кәпір дегенге түсініктері қызық кейбіреулердің. Сүндетке отырмаған бәрін кәпір дей салады. Ал мұсылман дінін ұстамайтын, бірақ та сүндетке отыратын ұлттарды не істейсің? Мысалы, еврейлер. Ал сонда қалай? Өзі кәпір деген кім? Менің түсінігімде кәпір деген Құдайға сенбейтін, сауапты жасамайтын, кінәні мойындамайтын, кешірім сұрауды білмейтін, арамға қол созатын адам кәпір. Бұл барлық ұлтта бар. Бәрінде бар. Мұсылмандық деген ол адамның ішкі жан дүниесін тазалығы, сен өзің Құдайды өз жүрегіңмен мойындауың, айналаңа қамқорлығың, ата-анаңа мейірімің, мынау өзің өмір сүріп отырған, ауасын жұтып суын ішіп отырған табиғатқа жанашырлығың, осының барлығы жиналып келгенде сенің жаңағы имандылығың.